Қайырлы күн, құрметті көрермен, бүгінгі шоуда сіздерді осы аптадағы Казновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Президент қазақстандықтарды мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтады. Тәуелсіздіктің қасиетті нышандары ұлтты ұлы істерге ұйыстыра берсін деп жазды мемлекет басшысы Twitter парақшасында. Президент Шарын шатқалындағы қайғылы оқиға кезінде қаза тапқан Мерей Ибрагимовтың жақындары мен туыстарына көңіл айтты. Индустрия және инфрақұрылым даму министрі Бейбіт Атамқұлов халық алдындағы есебі кезінде ақылы жолдардың мәселесіне тоқталды. Оның айтуынша 2025 жылға дейін автомобиль жолдардың 11 000 шақырымына ақылы жүйе енгізілуі жоспарланған. Халық санағын жүргізетін қызметкерлерге қанша еңбекақы төленетіні белгілі болды. Алдын ала мәлімет бойынша, интерьер қызметін төлеу бірінші кезеңде бір ай үшін 83 000 теңге, халық санағының негізгі кезеңінде 104 000 теңге, нұсқаушы бақылаушыға 45 күн ішінде толық қызмет есе 125 000 теңге төленбек. Кейінгі 10 жылда елдегі балалар үйінің саны 2 есе, ондағы тәрбиеленушілер саны 3 есе азайған. Атап өтсек, соңғы 3 жылда 42 балалар үйі жабылып, 18 балалар үйі балаларды қолдау орталықтарына бейімделді. Бұл туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов үкімет отырысында айтты. 1 маусымда Нұр-Сұлтанда халықаралық балаларды қорғау күніне орай елордалық құтқарушылар қауіпсіздік балалар көзімен акциясын ұйымдастырды. Елордада жалдау құны 5 000 теңгеден басталатын тұрғын үйлерге өтінім қабылдау басталды. Құжаттар 8 маусымға дейін қабылданады. Жексенбі күні, яғни 6 маусымда Нұр-Сұлтан қаласы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес, елордада қалалық және қала маңына қатынайтын бағдарлардың қозғалысы бір күнге тоқтатылады. Бір апта ішінде еліміз бойынша 3267 қылмыс жасалды. Бұл туралы Ішкі істер министрінің кеңесшісі Нұртілдә Ораз хабарлады. Ақтөбеде 30 жастағы велосипед жүргізушісін жүк көлігі қағып кетті. Жарақат алған жас жігіт оқиға орнында көз жұмды. Сарыағашта қарсы жолаққа шығып кетіп, жүк көлігіне соғылған жеңіл автокөліктегі 4 адам қаза тапты. Шарын шатқалындағы қайғылы оқиға бойынша полиция 2 қылмыстық істі тергеп жатыр. Тергеу ісі 2 бап бойынша, яғни абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс-әрекеттер және абайсызда жас баланың өліміне әкеп соққан іс-әрекеттер баптары бойынша басталды. Спорттан бірер ақпар, Қазақстан құрамасының әлем чемпионатындағы қарсыластары анықталды. Қазақстан құрамасы А тобына түсті. Оның қарсыластары турнир қожайыны Литва, сондай-ақ Коста-Рика мен Венесуэла құрамалары болады. Алматылық Қайрат футбол клубының 29 жасар ойыншы Станислав Лунин қайтыс болды. Ол жанкүйерлеріне Ислам Далаев ретінде белгілі болған. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Казновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.